Бәріңе сәлем достар, сіздермен әдеттегідей мен бүгін Айгерім. Және бүгін біз видеоларға және түсіретінім бұл новое событие, потому что мен бұл аккаунтқа өзім 2 апта кіргенім жоқ. Себебі менің уақытым болған жоқ видео түсіретін. Ендеше көрсететінім так. Енді мына жерде шығыпты. Мынандай бар екен, бұл по-моему бар ғой. Новый не деген нәрсе ғой деймін. Новый карта шығады дегені, және мына жерде на халяву мына не береді екен. Магический куб, және анда купондар. Яғни бұл жерде менің түсінуім бойынша адам өлтіресің. Адам өлтірген кезде андай пиццаға ұқсайды, білмеймін не екен. Пицца дейік. И, короче, осындай шығады. Сосын 50 адам өлтірсең, мындай магический куб береді екен. Және, ебать, мынандай беріп жатыр. Мына не ғой? Ну, короче, 4 күн кіресің, және бесплатно навсегда береді екен. Қарасаңыздар, прям менде негізінде жоқ бұндай. Навсегда береді екен. Енді мен 2 ойбайындай береді екен. Прикинь, навсегда қойшы, кірген үшін на халяву деп аталады ғой. Және, ебать, мындай қойыпты. Но енді, типа, не ғой, каменге түсіресің. Мында бар, олдовский ғой деймін, по-моему, иә, сондай. Мына жерде қарасаңыздар, неше түрлісі бар, ема. Мынады не өше, бірінші рет көріп тұрмын. Мынаны дегенде. Короче, мынандай береді екен, каменге ауыстырып алуға болады. Білмеймін, біздің регионда қашан шығатынын. Так, просто күшті ғой. Мынандай каменге осындай әртүрлі набор алуға болады екен. Және мынандай. Енді бізде бұнда болды, тек қыздарский түрі болған жоқ. Менде алмаз жоқ қой, өкінішке орай. Ебать, 1500 алмаз қаласынан. Скидка ма бірнәрсе ғой? 1000 алмаз екен баланыкі. Прикинь? Мынандай. Менде мүлде алма жоқ, тонды әлі жасағаным жоқ. 1000 алмазға түсіріп алуға болады екен. Так, сосын, енді бізде бар. Не, білмеймін. Өзімде әлі көргенім жоқ. Не, бізде болды ғой. Типа дракон андай-мындай деп білмеймін не екенін. Көре салайық. Бай. Қазір біреуін таңдап көрейін. Қызым матч. Таңдадым, бірақ не екен білмеймін. Және на меч қой. Ойбай, меч деп мой катана. Сондай біресе. Және бұл жерде 2000 ғана алмаз түрге болады, ал біздің регионда 10.000 алмазға дейін болады екен түсіріп алуға. Айырмашылығы бар кәдімгідей. Так, және неге беріледі уровеньге. Кәдімгідей қалғандары жоқ. Қалғаны бәрі өзіміздікіндей. Шалбар тұтып алдым, енді үстіне киетін түк жоқ. Енді 3-4 күн кіріп жүргеннен кейін мен аламын уже астына. Ебать қой, мен даже өзімнің регионымда, менде даттынанда жоқ, менде өз регионымда. Не осындай алдым бүгіндікке. Халяваға алып алған біреулер оны алмазға түсіреді, мен өзімде түсір алғаным жоқ. Және андай фон беріпті. Негізінде әдемі фон екен. Және қалғаны кәдімгі өзіміздікіндей. Және бұл жерде миссияға, короче, 3 алмаздан жинауға болады екен. Білмеймін, не екен. Әйтеуір бір деп тұр, мен өзім корейский түсінбеймін. Не жазылған. Әйтеуір на халяву тағы да беріледі екен 3 алмаз. Осы күн сайын 300 алмаздан алып, былай 500 алмаз, 1000 алмазға жинап алуға спокойно болады екен. Ема бізде бесплатно берілді, бұл жерде сатылып жатыр екен. Сатылып жатыр ғой. Негізінде мынандай тұрады ғой, бірақ бізде бесплатно берді күшті. Бесплатно алып алуға шанс бар. Мен осыны уже ар күн аламын, себебі ертең ар күні кірсем мен аны бесплатно алып аламын. Және мына бізде бесплатно берілді. Бұл жерде 1500 алмаз екен. Лучший друг.
мына жерде мына персонаж шығып қойыпты, әлі бізде шыққан жоқ. Кронос 600 алмаз және 2700 алмаз екен. Капец просто. Мына бізде не болып жатыр ғой, алмаздың джекпотқа беріп жатыр. Бұл жерде 1500 алмаз екен. Қалғаны өзімізге вообще күшті. Енді мен алдыңғы видеода көрсетіп қойған болатынмын. Бұларды сол себептен бұларды түсірмей қояйын деп шештім. Және бүгінгі видео осы. Және осы видеоны до конца көргендеріңізге рахмет. Осы видеоға лайк басып және маған тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Себебі мен сіздер үшін тырысып жүрмін. Ендеше сіздерге көп рахмет және сау болыңыздар.